күндердің күні Бән Исраил қауымында бір кісі 40 жыл ибадат қылады. 40 жыл ибадатынан кейін адасып, 40 жыл күнәға батады. 40 жыл күнәсінен кейін өзінің есіне келіп, қайтадан Аллаға жалынып, басын төмен қойып, ей Тәңірім, о жаратқан ием, 40 жыл ибадат қылдым, 40 жыл күнә қылдым, енді арқаға қайтсам қалай болады екен дейді. Сонда көкейіне бір дауыс келеді. Абди, абадтана фақаррабна, ва асайтана фаамхална, ва ин раджа'та фақабилна. Пендем, ей пендем, сіз бізге ибадат қылдыңыз. Ибадат қылдыңыз, бізге жақын қылдық сізді. Бізге күнәһар болдыңыз, сізге уақыт бердік. Ал егер қайтатын болсаңыз, әлбетте қабыл қыламын деген. Алланың мейірімі кең, Алланың кешірімі кең зат. Әрбір адамның күнәсін қайтарып кешіреді. Бізде халқымызда айтады, адасқанның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса дейді. Бұл пайғамбардың хадисінен алған болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адам баласы ат сықылды дейді. Білесіз бе? Ат баққанда біраз бағып, ол атты бір 6 ай, 7 ай бағып, қорадан шығармай, кейінірек бір кішкентай қораны кеңітіп, бостандыққа шығарсаңыз, сізге бағынбай шауып кетіп қалады. Шауып кетіп, біраз ұстатпай жүреді. Бірақ жем жейтін уақыт келгенде басын үйіп, жем қалтасын іздеп қайтып келеді. Адам баласы да сондай. Алланы қанша мен танымаймын деп, болмаса жалқаулық қылып Алладан қашқан күннің өзінде де әйтеуір басын үйіп келеді. Сол бір күн. Бірақ сол бір күн, сол қайтатын Аллаға күніңіз сіздің жан тапсыратын күніңіз болмасын. Сіздің Аллаға кететін күніңіз болмасын. Одан бұрынырақ Алланың есігін қағып қалыңыз. Алланың есігі әрдайым айқара ашылатын есік. Алланың есігі әрдайым